Сәлем достар, қазір мен сәукелеге арналған ликаланың жартылай ғана бөлігін сызып алдым. Енді осыны біз калькаға екі бөлігін бірдей етіп сызып аламыз және де фатинге түсіріп аламыз. Ең алдымен кальканы екі бүктейміз де оң жақ бетін осылай бастырып сызып аламыз. Калькада бізде оюымыз көрініп тұрады. Дайын оюларыңыз болса да, осы техникаларды пайдалансаңыздар болады. Мысалға, екі жағы теңдей сызылған оюлар болса, онда сразу фатинге түсіруді видеоның соңын қарап қажеттеріңізге пайдалансаңыздар болады. Ал енді мен бұл оюды қазір сразу сыздым и калькаға оң жақ бетін қазір түсіріп аламын. Егер де сіз оюды калькаға түсіріп, одан кейін фатинға тігіп жүрген болсаңыз, онда келесі жолы менің көрсеткен техникамды да жасап көріңіз. Мінекей оң жақ бетін түсіріп алдық. Енді сол жақ бетін аударамызда астына ақ қағаз қойған кезімізде біздің оюымыз көрінеді. Осылай бастырып сызып аламыз. Сонда біздің оюымыз екі жағы да теңдей түсетін болады. Енді оюымызды ашып қарайық. Мінекей өте әдемі ою шықты. Енді осыны біз кергішке керіп алған фатинге түсіретін боламыз. Бізге керегі матаға арналған қалам. Енді сол қаламмен оюымызды қозғап алмай үстінен бастырып шығамыз. Бұл қаламды кейін бәрін кестемізді кестелеп алғаннан кейін арт жағы сіздерге көрініп тұрады ғой, сиясы. Соны кетіру үшін өтікпен ақырындап жақындатып жай ғана пар берсеңіздер болды, кетіп қалады сиясы. Өте ұқыпты, әдемі, оңай жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Қазір мен бұл оюды Қолөнер академиясындағы бір сәукелемізге арнап сызып жатырмын. Егер де сіздер осындай сәукелерді толықтай жақсылап меңгергіңіз келсе, кестелеу техникалар меңгергіңіз келсе, онда менің Қолөнер академияма тіркелсеңіздер болады. Ол жерде бір рет тіркелу арқылы 50 түрлі бұйым жасап үйренесіздер. Әр түрлі техникалар көрсетіледі. Мысалға, мына фатинге түсіру техникасының өзі бір бөлек. Тағы да басқа да техникалары бар. Оны сіздерге Қолөнер академиясына тіркелген қыздарға толықтай ашық айтып көрсететін боламын. Кестелеуден, сәукеле жасауда мықты шебер болу үшін түрлі техникаларды жақсы білуіміз керек. Сондықтан мықты шебер болғыңыз келсе, міндетті түрде менің академияма қатысыңыз дегім келеді. Ал егер мына видео сіздерге ұнаса, онда лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді мына ликала сіздерге қажет болса, онда менің сілтеме арқылы телеграмға өтіңіздер, электронды түрін салып қоямын. Пайдаңызға жарасын.